Ерте ертеде қара батыр деген ерді бала күнінде түрікпен елінің жортуылшылары ұстап алып еліне апарған соң қой бақтырыпты. Аш-жалаңаш сақтап жөнді тамақ бермеген соң бала қойдың далада сүтін сауып ішіп сонымен күн көретін болыпты. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда алдына бір қарға келіп қонады. Бала қарғаға айтты: «Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып жүрген әкеме тұмарды бере қалсана». Қарға бір қарқ етті де ұшып кетті. Бір мезгілде сауысқан келіп қонды. «Ай сауысқан, сауысқан, өлессе жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Сауысқан шық-шық етті де ол да ұшып кетті. Келіп тырна қонды. «Ұзын мойын тырналар, қайыры бар мырзалар, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Тырна тырау-тырау деді де ұшып кетті. Келді қаз. «Әй қаздар-ау, қаздар-ау, сізге барды наздар-ау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Қаз қаңқ-қаңқ етті де ұшып кетті. Келді аққу. «Көлден ұшқан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Аққу тоқталыңқырап, көлденеңдеп тұрды да, ол да жөнімен ұша кетті. Біраздан соң қарлығаш келді. «Әй қарлығаш тамыр-ай, жауда болдым қалар-ай, тұмарымды алсана, елге бара қалсана». Қарлығаш ұшып олай кетті, ұшып бұлай кетті. Ақыры қимай келіп, баланың қолына қонды. Бала ойлады: «Әкем тұмарымды көріп танса да, қай елде екенімді біле алмас, бұған бір белгі салайын» деп, өзінің қолын пышақпен шаншып қанатты да, қанымен тұмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. Сөйтіп болған соң, тұмарды қарлығаштың мойнына байлап, елінің, әке-шешесінің жерін айтып, ұшырып қоя берді. Қарлығаш ұшты аспанмен, баланың айтқан жоспармен, асқар-асқар таулармен, айдын шалқар көлдермен, батпақ лай шөлдермен, түрлі-түрлі жерлермен. Қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса жерді жамшылап, үстінен тері тамшылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді өтті. Нақ 30 күн болғанда бір ауылға сол жетті. Баланың айтқан ауылы осы ма деп меңзеді. Бұл ауылға келген соң қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып, адамын байқап жүрсе де, баланың айтқанына ешқайсысы ұқсамайды. Сөйтіп шаршап, қалғып отырғанда бір ыңырсыған кемпірдің даусы шығады. Құлағын салып қараса, кемпір айтады: «Ау шырағым, құлыным, маңдайымда тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым. Жауды алды ма білмедім, су алды ма білмедім, аң алды ма білмедім, жөнін біліп шырағым. Құрбаның боп өлмедім, 24 ай болды, мен жалғызымды көрмедім». «Сен тұра тұр» деп, кемпірді тоқтатып, шал айтады: «Жалғыз біткен талшыбық, келбетің келген қарағым, бір дерегің білуге дүниені кезіп қарадым. Аш бурадай жарадым, 12 мүшем секілді, аш күзендей бүгілді, таулардың насаттасындай. Бергі-ақ еді сүйегім, өрт шалғандай егілді. Қайдада кеттің сұңқарым, үміт еткен тұлпарым. Бір көрсетіп алмады, сол ғана болды-ау іңкәрім».
Онда бір жас қыз әке-шешесін тоқтатып сөйлей кетті. Наркескен деген алмастай, асыл еді негізің, бірге туған егізім. Сен тұрғанда ойлаушем, арғымағат мінермін, асыл киім киермін. Тең құрбыммен ілгері мен жарқырап жүрермін. Биіктен талап тілермін, ойын күлкі сауықпен қызық дәурен сүрермін. Егізімнен айрылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан кетті. Желпілдеп шыққан көк шөптей, жап-жасқана күнімде, міне бізден сән кетті. Әй қартымыз, қартымыз, көзіңнің жасын тартыңыз. Мен бүгін бір түс көрдім, әжептәуір іс көрдім. Түсіме жору айтыңыз. Қолдан ұшқан сұңқарым қайта қонып жүр екен. Үйірден жойған тұлпарым қайта келіп жүр екен. Бірге туған құлыным үйге келіп жүр екен. Бізге Құдай бергенді, кісі көрмес өлгенді. Баба түкті шаштәзіз, нақ-сарт болып кетпесе, хабар алып шырақтан бір қарлығаш келгенді. Бұл сөзді естіген соң, қарлығаш тіп-тіке шал кемпірдің алдына қонды. Бейшаралар жылап, сықтап, тұмардалып, таңбасына қара батыр Түрікпенге барғанын білісті. Содан соң ат жаратып, адам жиып, Түрікпен жұртына барып, көп тарту таралғы беріп, баласын аман-есен еліне алып қайтыпты.